Қайырлы күн, құрметті ұстаздар мен оқушылар. Добро пожаловать, уважаемые родители и гости. Good afternoon. Happy 1st September, all members of the community. Баршаңызды жаңа оқу жылының басталуымен Құттықтаймыз! Поздравительное слово предоставляется директору школы-лицей бизнес-академии Дара Бекбаевой Ахмарал Бахытжановне. Қымбатты оқушылар, құрметті ұстаздар мен ата-аналар қауымы, сіздерді шын жүректен 1 қыркүйек білім күнімен және жаңа оқу жылының басталуымен құттықтаймын. Біздің сүйікті де білімге құштар оқушылар, сіздерге жаңа оқу жылында тек қана табыс тілейміз. Мақсаттарыңа басқан әрбір қадамдарың нық болсын, жолдарың ашық болсын, бәсекеге қабілетті болып, табандылық танытыңыздар. Себебі біз болашақты құрайтын жаңа ұрпақпыз. Сіздердің қолдарыңызда еліміздің келешегі, сіздердің қолдарыңызда еліміздің әрі қарай дамуы. Құрметті ата-аналар мен ұстаздар, біз осы жылдан бастап жаңадан өмір сүріп жатқандаймыз. Бәріміздің ортақ бір жауымыз пайда болды, ол вирус.
бірақ бірлігіміздің арқасында біз оны жеңіп шықпақпыз. Жаңа оқу жылында, құрметті ата-аналар, сіздер бізге, яғни ұстаздарға үлкен қолдауларыңызды көрсетеді деген сенімдеміз. Осы оқу жылы есте қалатындай, тек қана табыс пен жеңістерге толы жыл болсын. Мереке құтты болсын. Дорогие ребята, уважаемые учителя и наши родители, вот и настал этот день, 1 сентября, День знаний и старта нового учебного года. Я желаю всем крепкого здоровья. В этом году мы все научились жить по-новому. Появился общий враг, вирус. Но благодаря нашему единству мы можем все победить. И в этот раз я хотела бы обратиться именно к нашим родителям. Я знаю, что именно ваша поддержка помогут нам сделать этот учебный год намного успешнее. Дорогие ученики, я вам желаю исполнения всех ваших желаний, всех ваших целей. А для этого я самое главное вам желаю крепкого здоровья, успешного нам учебного года. Всех с праздником!